Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай үй жағдайында өте дәмді, оңай әрі жылдам дайын болатын пицца рецептімен дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға 200 грамм жылы сүтімізді құямыз және оның үстіне 1 ас қасық қантымызды саламыз және 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап біркелкі араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 1 шай қасық дрожжымызды салып, тағы да араластырамыз. Және оның үстіне 30 мл сұйық майымызды салып, барлығын біркелкі араластыратын боламыз. Араластырған қоспамыздың үстіне алдын ала електен өткізілген 350 грамм ұнымызды осылай бөліп салып, жұмсақ етіп қамыр егетін боламыз. Міне сонымен біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды нығыздап бетін жауып, 1 сағатқа тындырып қойып қоятын боламыз. Міне 1 сағаттан кейін біздің қамырымыз осылай өте әдемі болып көпсіп шығады. Енді қамырымыздың үстін басып, жақсылап иілеп, 1 ас қасық майымызды құйып, жақсылап иілеп жіберетін боламыз. Иілеп болған қамырымызды столдың үстіне қойып, оны бөліктерге бөлетін боламыз. Мен енді барлығын 9 бөлікке бөлдім. Жақсылап бөліктерге бөліп, дөңгелек пішінге келтіріп алатын боламыз. Міне осылай дөңгелек пішінге келтіріп алғаннан кейін арнайы ыдысымызға салып, оның бетін тағы да жауып, 20 минутқа тындырып қойып қоятын боламыз. Жиырма минуттан кейін қамырларымызды осылай стаканның көмегінен, яғни стаканымыздың түбін жақсылап майлап аламыз. Майлап алғаннан кейін осылай қамырымыздың ортасына батыра отырып, дөңгелек шеңбер жасап алатын боламыз. Қолменен дөңгелек етіп шеңбер жасасаңыздар да болады. Мен енді осылай стаканның түбімен осылай жасап шықтым. Енді қамырларымыздың шетін жұмыртқаның сары уызымен жақсылап шетінің барлығына жағып шығатын боламыз.
Енді қамырымыздың ортасына осылай кетчупты салып, бір келке етіп, барлық жеріне осылай кетчуптарды тегістеп жағып шығатын боламыз. Енді кетчуптың үстіне осылай алдын ала үккіштен өткізілген сырымызды барлық қамырларымыздың бетіне сырымызды қойып шығатын боламыз. Ендігі кезекте сырымызды қойып болғаннан кейін оның үстіне колбасамызды осылай төрт бұрышты етіп турап, жаңағы сырдың үстіне барлық қамырларымызға колбасаларымызды қойып шығатын боламыз. Колбасамызды қойып болғаннан кейін осылай помидорымызды да төрт бұрышты етіп турап, колбасаның үстіне енді помидорымызды осылай барлық қамырлардың үстіне қойып шығатын боламыз. Енді оның үстіңгі бөлігін осылай майонезбен жақсылап әрлеп шығатын боламыз. Майонезі жақып болғаннан кейін алдын ала қызып тұрған 180 градуста 25 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пиццаларымыз 180 градуста 25 минутта осылай пісіп шықты. Енді пісіп шыққан пиццаларымыздың бетіне тағы да үккіштен өткізілген сырымызды сеуе отырып, тағы да қызып тұрған пешімізде 5 минутқа пісіріп алатын боламыз. 5 минуттан көп ұстамаймыз, егер көп ұстайтын болсаңыздар, сырларымыз қатты күйіп кетуі мүмкін. Сонымен біздің пиццамыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, жұмсақ, түсі де өте керемет, дәмі де өте керемет болып шығады. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша үй жағдайында балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Алтынай.